Шымкент қаласы жыл сайын дамып, әлеуметтік экономикалық саладағы көрсеткіштер артып келеді. Мегаполистегі халық саны көбейіп, тұрғындардың тұрмыс сапасы жақсаруда. Осы мақсатты орындап, тиісті жұмысты атқаруда жергілікті басшыларға жүктелген міндетте аз емес. Жуырда қала әкімі Мұрат Әйтенов мегаполистегі бірнеше жобаның жүзеге асырылу барысы туралы мәлімдеді. Қаланың электр жүйесі туралы айтып кетсек, қазіргі кезде бізде қаланың қазір қуаттылығы беріп отырған тұтымы 160 мегаватт, а керектігі 310 мегаватт. Сондағы қосымша қажеттілік қазіргі кезде 150 мегаватт. Өздеріңіз көрсеңіздер, көп жерлерде біздің қуаттылығының төмен екенін көрсетіп отырады. Сол себептен енді оның шешімі қандай? Шешімі оның үлкен подстанция салу. Бір өздеріңіз білесіздер, қалада 5 жылдай болды үлкен подстанция салынып келе жатыр, Бозарық деген. Ол жерде екі үлкен соттың шешімі болған, мердігердің дұрыс жұмысты бастамағанның кесірінен. Енді оның қазір қолға алып, 5 жыл көп жерлер тұрып қалған, оны қазір 96%-ға жеткіздік. Енді кейбір материалды құралдар күтіп отырмыз. Біз ойлағанбыз, қараша айында, қазан айында бітіреміз ғой деп. Енді өкінішке қарай пандемияның арқасында кейбір заттары шет елдерден келмей кешігіп отыр. Сол заттарды біз қазір енді жеткізейін деп жатырмыз. Қарашаның аяғында келіп қалу керек. Сол кезде желтоқсанда қосамыз деген үміттеміз. Соңғы жылдары қалада құрылыс қарқын алып, өндіріс көлемі өсті. Тұрғындар мен қала қонақтары оң өзгерістерді байқап та жүр. Қала тұрғындарының тұрмысына қолайлы жағдай жасау мақсатында жергілікті билік өкілдері де түрлі бағдарламаны жүзеге асыруда. Енді газ жүйесі бойынша келсек, бізде қазір қуаттылығы қалаға беріп отқан 180 мың куб метр сағатына, қаланың қажеттілігі 250 мың қуаттылығы. Енді қазіргі жетпей отқаны 70 мың куб метр сағатына. Өздеріңіз білесіздер, 19 жылдарын бері моратория қосылған, жаңа қосуға, нысандарға қосуға уақытша тоқтатылған. Оның бәрін шештік. Бізде осы 20 жылы құрылыс басталған Агрес 3 деген тағы қажеттілігі. Бізде бұған дейін қалада 2 агресіміз бар. Енді оның осы 2 газ көзі бар, оның қуаттылығы 180 мың болған екен, 3-ші салу қажеттілігі болғаннан кейін. Оны біздің жоба бойынша 23 жылы еді. Сол қазір маңызды мәселе болғаннан кейін қаражаттың бәрін бөліп, биылға бітіруге мүмкіншілік жасадық. Айта кету керек, шағын және орта бизнес қала экономикасындағы жетекші саланың бірі. Бұл салада әсіресе қызмет көрсету, сауда, қонақ үй бизнесі, жылжымайтын мүлік, автокөлік және қаржы қызметтері жақсы дамыған. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны көбейгенімен қоса, жыл сайын олардың өнімдері мен көрсететін қызмет көлемі артуда. Ал жергілікті билік тарапынан кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсетілуде, әсіресе пандемия салдарынан туындаған карантин кезінде.